Біз осы Қазақстан мемлекетінің ең алғашқы психосоматтар мамандарының ассоциациясын құрдық жолдасым екеуміз. Балаларымыз көп ауырды біздің. Көп ауырды енді. 7 бала болғаннан кейін неше түрліні көрдік. Проблема қашан келеді? Адам өзіне өзі әділетсіздік танытқан кезде келеді. Қандай әсер берген көрген кезде мен всегда айтам, қызым бір күнде жазылып кетті. Жөтел ол біздің іштегі айтылмай қалған бір эмоциямыз. Көп әйелдер үйде отырып бала тууды, үй шаруасын істеуді бір деградация деп санайды. Қайырлы күн, құрметті Нәзік әлем подкастының тыңдармандары. Бүгін бізде ерекше қонақ, 7 баланың анасы, аяулы жар, алтын алқа иегері Эльмира Кударова. Апай, қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет. Саламатсыздар ма? Таныстырып өтейін да өзімді кішкене. Енді мен мамандығым базовый специальностім педагогпын. Педагогикадан кейін бірден тұрмысқа шығып кеткеннен кейін ары қарай оқымай қалдым. Сол бір баладан екінші бала, үшінші бала, төртінші бала деп жүргенде 7 бала болыппыз. 20 жыл тұрмыс құрғанымызға Аллаға шүкір. 2018 жылы психология факультетіне түсіп, осы былтыр дипломды алып, психолог деген официальный атаққа ие болдым. Қазір магистратура оқып бітіріп жатырмын биыл. Алла қаласа психологияның магистрі болам. Біз осы Қазақстан мемлекетінің ең алғашқы психосоматтар мамандарының ассоциациясын құрдық жолдасым екеуміз. Жолдасым врач-психотерапевт, өз дәрігер, осы ассоциацияның президенті қазір. Психосомат мамандарын оқытып, бәрін сол ассоциацияға жинап, өзіміздің білімімізбен бөлісіп, жаңа осы саланы таныстырып атқан бір жайымыз бар. Супер. Получается, сіздің жолдасыңыз ол врач, дәрігер, кәдімгідей ауруханада бірнеше жыл қызмет еткен маман, иә? Иә, Асфендияров университетін бітірген Алматыда. Ол кісі 5-ші курс оқып жүрген кезде біз тұрмыс құрдық. Енді тұрмыс құрғаннан кейін ақша табу, жаңа бала шағаны асырау деген нәрсе бар. Бірден сол жылдан бастап скорый помощьқа жұмыс кіріп, жедел жәрдемде бірнеше жыл жұмыс атқарды. Сонымен бақты бізді басында. Сосын ақырындап жаңағы енді көп сфераларға ауысып жүріп, 2018-де қызымыз ауырғаннан кейін осы психосоматиканы зерттеп кеттік. Ол кісі кішкентай күннен негізі біледі. Альтернативное мышление болды оларда. Себебі қайынатам профессор кісі болды, дәрігер. Ол кісіден 30 мыңнан астам, 35 мыңнан астам адам өткен емінен. Врач гомеопат болған. Профессор атағына ие болды бізде. Ауруханада. Аурухана болғанда жеке аурухана ашып, әлі күнге дейін ол клиника профессора Кударова бар. Ол жерде қайнағам қазір жұмыс істеп отыр. Жолдасым кішкентай кезден, сонда получается жаңағы біздің официальная медицина бар, жаңа гомеопатия деген сала бар. Европада негізі көбісі гомеопатиямен емделеді. Ол нәрсені тоқтап айтып жүре аласыз ба? Қалай гомеопатия? Гомеопатия ол альтернативный метод лечения. Біздікі аллопатия деп аталатын, дәрімен. Дәрімен медицина емдеген кезде тек салдарымен тек симптомдарын ғана алып тастайды да. Симптомдар уже көзге көрініп тұрған нәрсемен жұмыс жасайды. Ал гомеопатия кішкене тереңірек зерттейді. Психосоматика болса, ол кәдімгі психиканың біздің денемізге әсерін зерттейді. Значит, біздің центральная нервная системамыз, психикамыз миға әсер етеді. Ми, в свою очередь, определенный бір органға әсер етеді. Осылай түсіндірсек, адамдарға түсінікті болады. Значит, центральная нервная системада бір сенімділіктер, эмоциялар, привычкалар, жаңағы определенный бір өзінің өмірі бар да, ол жерде бөлек бір әлем. Ол миға әсер етеді. Ми биологиялық тұрғыда кәдімгідей адам бірдеңені көргісі келмейді деген убеждение болса іште, көзге әсер етеді. Естігісі келмейді десе құлаққа әсер етеді. Жаңа психосоматиканы біз сол жағынан келдік та. Себебі балаларымыз көп ауырды біздің. Көп ауырды енді. 7 бала болғаннан кейін неше түрліні көрдік. Жаңа қақалып тұншыққандары да, жылап бейтіп есін жинай алмай қалып көгеріп қалғандары. Енді ең қиын дегендері бір ұлымызда нефротический синдром деген ауру болды. Ол ауру емес негізі, синдром. Почке отказ береді, бүкіл организмдағы протеин ағып кетеді. Оны біздің дәрігерлер себебін таппайды. Емдеп шығарады, бала ауыр,
не басын көтермейді, не тұрмайды. Бірақ әйтеуір гормондарды андай аттың дозасын беріп блоктап, әйтеуір біз одан шықтық. Бірақ сол кезде біз түсіндік, что ол біздің қарым-қатынастан екен. Так, осы жерге қайтып келейік. Бұл қай жылдар болып жатыр? Ол бала 2012 жылға, 2013-14 жылдары сол бала ауырды. Нешінші балаңыз? Ол 4-ші ұл. Жетеуінде өзіңіз дүниеге әкеліп, бәрі өзімдікі, бағып алған емес, бәрі өзіміздікі, Аллаға шүкір. Машалла. Сол 4 бала ғана болды. Ол кезде біз Алматыдан күйеуімнің шаруаларымен Түркияға көшеміз, Стамбулдамыз. Сол жақта ауырып бастайды, бірақ Алматыға қыдырып келген кезде приступ беріп, біз больницаға түсеміз. Отекпен, бала доп-домалақ болып кетеді, отекать етіп. Содан больницаға түскеннен кейін енді дәрігерлер ананы бір шұқиды, мынаны бір шұқиды, бірақ түп себебін таппайды. Содан әйтеуір синдром деген диагнозымызды қойып, үлкен дозада гормондарды беріп, жарты жылға емге жібереді бізді. Біз енді переоценка ценностей дейді ғой. Бірдеңені дұрыс емес істеп жатырмыз деген ой келеді. Енді не керек, бүкіл қазақтың отбасында болып жатқан оқиға, мен келін болып түстім, менің өзімнің көзқарасым бар өмірге. Ол кісілердің өздерінің бір заңдылықтары бар, мен бұл жаққа сіңісе алмай, олар менің характеріме үйренісе алмай. Сіздер сонда ата-енемен тұрсыздар? Мен әлі күнге дейін енем қолымда. Мен тұрмысқа шыққан кезде атам уже өмірден өтіп кеткен, иманды болсын, ол кісі жоқ болды. Бірақ енем, күйеуім кіші баласы болғаннан кейін менің қолымда қалды. Әлі күнге дейін біз бірге тұрамыз. Енем дені сау, өз-өзіне ие болатын, шауып жүретін әжеміз бар еді. Көп қиындық болды. Енемен келін арасындағы мәселелер көп болды. Сосын жолдасым екеуміздің тіл табысуымыз өте көп конфликттар болды. Битва интересов көп жылға созылып кетті. Сол кезде біз уже 8-9 жыл бірге тұрып атқанымызға. Негізі алдыңғы балаларда ауырды, бірақ жеңіл желпі. Дерматит болады, стоматит болады, ангина, бронхит, хронический бронхит, удушье, сондай бірдеңелер болып жүрді. Қазір бұл жерде енді біз айтып жатқанымыз, жаймендеп уже психосоматикаға келгеніңіздің тарихын айтып бастап жатырмыз. Сіздерде балалар туылады және сәл-сәл проблемалар болады денсаулығымен. Әр балада бүкіл отбасында болатын нәрселер негізі. Бірақ именно мына нефротический синдром ол әр балада бола бермейді. Біз сол кезде ойландық. Біз бірдеңені дұрыс емес істеп жатырмыз. Енді әке мен шешенің қарым-қатынасы балаға әсер етеді деген ол енді баяғыдан айтылып келе жатқан нәрсе, бірақ ешкім құлақ аспайды. Біз қазір психосоматика деп айғайлап жатқанның өзінде көп адамдар түсіне бермейтін нәрсе. Біз енді басымызға келгеннен кейін басқа амал болған жоқ. Яғни барлық уже шараның бәрін жасадыңыздар. Енді ішкі әлемге уже тереңдеп бастадыңыз. Ол кезде тек бүйтіп бет жағын ғана қарап қойдық. Бала жазылады, бала жазылғаннан кейін баяғы қалпымызға келіп аламыз. Опять конфликты, выяснение отношений. Ол менің көзқарасым отбасына. Да? Ол менің психосоматикаға келу жолым. Ал жолдасым жаңа ғылым жағынан зерттеп жүрді. Басқа да бір жағынан қарап жүрді бұл нәрсені. Енді ол человек науки дейді ғой. Ғылымда жүргеннен кейін ол ғылыми тұрғысын зерттеді. Мен эмоционалдық әйелдің бағыттарын көбірек қарадым. Сол 4 ұл болды, Алматыға көшіп келдік қайтадан 2015-те. 5-ші ұл дүниеге келді. Сол кезде менде сұрақ туындады, неге менде қыз жоқ? Сізде 4 ұл болды ма? Уже 4 ұл болды сол кезде. 5-ші ұл дүниеге келді 2015-те. Бірақ андай бір қыз қалаймын деген нәрсе болған жоқ. Дегенмен сұрақ туындады. Неге? Енді туылады ғой, қыз, ол неге бізде тек ұл? Сол кезде бір зерттеп тереңдегенім бар. Ол да түп санадағы бір қорқыныштардың себебінен болады екен деген. Содан түп санамен енді бүйтіп анадан бір оқып, мынадан бір оқып, бізде теория көп айтылады, практика жоқ. Мен сол практически нәрселерді оқыған кезде бірден өмірге өзім қолдана бастадым да. 6-шы балаға аяғым ауыр болды, бізге қыз деп айтты. Супер. Сол қызымыз дүниеге келгенде қатты ауырып келді. Туылғаннан кейін, бір аптадан кейін көкжөтел деген ауру, коклюш. Официальный медицинада неизлечимая болезнь, новорожденность и коклюш несовместимый деп айтады. Біз қаншама дәрігерлерге қаралдық, енді бәрінің бір ауыздан айтатыны осы. Жаңа туылған нәресте, мысалы үлкендеу балалар привитый жазылып кетеді деп айтады, бірақ біз сол кезде зерттеген кезде именно привитый балаларда летальный исход көп. Бізде үлкен ұлымыз привитый болды, ол да ауырды. Үйдің бәрі ауырды. Ең қорыққанымыз жаңа кішкентай қыз. Себебі жаңа туылған, әлі организм
әлсіз ба, енді кішкентай ғой. Сол баладан басталған оқиға негізі. Сол қыз дүниеге келді, психосоматика деген прям бүгін жоқ болды, ертең таңертеңінде пайда болды деген рубеж осы қыздың дүниеге келуінен басталды. Сіздің тарихыңыз? Бұл менің тарихым. Енді манан бері психосоматика деп айтып жатырмыз ғой. Енді көрермендерге бір айтып жіберейінші. Менің ойымдағы психосоматика ол жағы жан мен тәннің арасындағы байланыс. Нәзік бір байланыс, және жандай жанның саулығы тәннің саулығын дәлелдейтін бір психологиялық и медициналық бір ұғым мен үшін. Ал сіз үшін сонда психосоматика дегеніміз не? Негізі сіз дұрыс айтып отырсыз, дұрыс жаңағы определение беріп отырсыз. Психосоматика біздің түп санамыздағы, психикамыздағы болып жатқан процесстер, ол бүйтіп бетінде тұратын нәрсе емес. Әр адамның көзіне көріне беретін, айтады ғой, ислам религия для размышляющих деп. Психосоматика, жаңа психикада болып жатқан нәрселер, ол размышлять ететін, ойланатын, сол нәрсеге үңіліп, ол жақта не болып жатыр деген сұрақ қоя алатын адамдарға негізі ашық нәрсе. Ол жерде ондай бір тайный бір білім, бір какой-то бір талант, ондай ештеңе жоқ. Мен өзім басында жаңа психосоматиканың принциптарын зерттеп, денемізге қандай, ағзамызға қандай әсер берген көрген кезде, мен всегда айтам, қызым бір күнде жазылып кетті. Так, не істедіңіздер сол кезде жазылу үшін? Коклюш деген аурудың психосоматикалық жаңа зерттеулерді ашып қарадық. Ол зерттеулер болғанда қазір общеизвестный Гуглда, жаңа кітаптарда психосоматический айтылады. Почки это, вот это, глаза вот это, сердце мынау, кожа былай, аллергия мынадан деп бір себептер. Психосоматика психикадағы болатқан процесстердің денемізге берген себеп салдары. Соны зерттейді. Мен соны зерттедім. Коклюш деген ол үзілмейтін бір жөтел, тоқтамайтын. Бір жөтел бастаса, көгеріп, прям тамырлары жарылып, дыхание жаңағы дұрыс тынысын келтіре алмай орнына, сондай бір енді қиын ауру. Бір жөтел бастаса тоқтай алмай қояды. Жаңа туған бала үшін одан да қиын дейсіз ғой. 15-20 минут, кейде 1 сағатқа созылатын приступ. Содан ол да бір арасы қатты ұзақ болмайды, 10-15 минут қайта басталады. В общем, біз 5 ай алыстық қой баламен. Алысқан кезде медициналық тұрда алыстыңыздар, яғни медицинада ол емі жоқ. Емі жоқ па? Қараңыз, коклюш ауруы ол алғашқы 10 күнде палочка ретінде болады организмда. То есть коклюш можно диагностировать первые 10 дней. Анализ тапсырсаң, палочки коклюша көрінеді. 10 күнде бірақ жөтел жоқ. Симптоматика болмайды. Обычно осындай сау адам болып жүреміз. 10 күннен кейін ол палочка мида, кашлевой центрда уже жөтел қалады, бірақ организм здоровый. То есть, если мы сдаем анализы, чуть-чуть лейкоциты ойнауы мүмкін, чуть-чуть сою көтерілуі мүмкін, но андай бір ауру дейтін диагноз жоқ болып тұрады да. Поэтому медицина оны емдей алмайды. Жөтелді қалай емдейді бізде, да? Сироп береді, я болмаса дыханияға, я болмаса укол салады, өкпені, бронханы реттейтін. Бірақ ол жөтел мидағы жөтел, да? Коклюш – это кашлевой центрда мидағы нәрсе. Сондықтан медицина бұл жерде тек симптоматически облегчать етесіздер, таза ауаға шығарасыздар, ингалятормен кішкене тыныс алғызасыздар, просто жаңағы нелермен, физрастворлармен. Емі жоқ, просто бетіне қарап отырамыз, получается, біз баланың. Енді қатты приступ берген кезде алып жүгіреміз больницаға, қарайды, бронхит деп қойып береді, пневмония деп қойып береді, бірақ ол коклюш. Потому что анализ бойынша таза да, бірақ баланың жөтеліне қарап, аналар шошиды, жібере алмаймыз, жатыңдар дейді, біз жатпай қайтып келеміз үйге. Себебі үйде тағы 5 бала бар. Сонымен жаңағының себебі жөтел, ол біздің іштегі айтылмай қалған бір эмоциямыз. Бір желание накричать деген бар ғой. Жөтелді көбісі иттің үргенімен теңестіреді ғой, хватит лайт деп айтады ғой. Ол не деген сөз? Значит, адам ішіндегі толып қалған бір нәрсесін бір айқайлап айтқысы келді, бірақ әртүрлі өзінің бір ойларымен үндемей қалады. Біреуі ұят болады деп жауып қояды, біреуі болмайды, ұрыс шығып кетеді, тағы бірдеңемен жиналып қалған эмоция. Неғұрлым көп эмоция, соғұрлым жөтел қаттырақ деп, бұл официальный көрсеткіші. Бірақ психосоматикада мынандай принцип бар. Әр ауру өзінің бір биологиялық бір мақсатымен келеді.
биологическая цель болады. Мысалы жөтел ол жаңа эмоцияңды көркем түрде, әдемі түрде жеткізе білу. Сол үшін келеді. Ты накопила это все, надо вытащить, но біздікілер қалай айтады, вытащить это значит айқай, мен ұрыс болмасын деп үндемей қалдым дейді да. А неге ол крайностьті ғана қараймыз? Неге оны көркем түрде, әдемі түрде айтуға болмайды? А мен айтсам олар түсінбейді деп тағы жауып қояды. И бұл жердегі мақсат біреуге жеткізу емес, олардың реакциясын алу емес. Главное, мен өзімді ішімде тербеп тұрған нәрсені шығарып айта білу. Көркем түрде әдемі жеткізуге болады негізі, бірақ бізде табиғатымызда жоқ, жаңағы біздің менталитетіміздегі жоқ нәрсе да. Поэтому мен соны зерттедім ішімнен. Енді бала ол күнәсіз. Онда ешқандай мәселе жоқ. Иә, бала жаңа психосоматикамен нені айта кетейік кішкене. Проблема қашан келеді? Адам өзіне өзі әділетсіздік танытқан кезде келеді. Да, то есть если неге мысалы біз айтамыз ғой, мен жөтеліп тұрмын, мен күйеуіме эмоциямды айта алмағаным үшін, потому что менің күйеуім андай, потому что менің күйеуім мындай деп күйеуімізді зерттеп кетеміз. Негізі бұл проблема кімге келіп тұр? Маған келіп тұр ма? Значит, ол проблема менікі. Ал енді бала проблемасы ол общий проблема. Күйеуінікі де, әйелінікі де. Отношениедегі, қарым-қатынаста. Қарым-қатынасы да бар. Балаға деген бөлек қарым-қатынас, менікі балаға, күйеуімдікі балаға. И бұл жерде общий қарау керек. Сосын мен жолдасымнан сұрадым да, вообще осы балаға байланысты қорқыныштарың бар ма? Оказывается, ол қорқады екен, бала өліп қалса мен не істеймін? Сондай страхпен жүреді екен. Сонда Аллах солай шешіп қойса, мен қарсы шығам деген түп санада сондай информация бар. И Аллах тағала соны көрсету үшін береді да. Осы нәрсені дүзе деп. Иә, дүзе осы нәрсені. Осындай сенің қорқынышың бар деп көзін шұқып көрсетеді. Ал енді мендегі қорқыныш, бұл бала өсіп, бой жеткен қыз болып, мен сияқты әйел болса, мен сияқты бақытсыз жан болады. Одан да өспей кішкентай кезінде, сәби кезінде кетсе, бірден жәннатқа барады деген жаңағы бізде не бар ғой? Сәби өмірден өтсе, періште бірден жәннатқа барады деген информация бар. Ол өзі ғана кіріп қоймайды, еще әке-шешесін сабырлық үшін шақырады екен деген бар. И сол нәрсе создает вот эту реальность. Ал енді мен ішімнен шыққаннан кейін, бауырыма басқаннан кейін, конечно, я хочу, чтобы она жила. Поэтому я решила брать это дело в свои руки и работать над этим. Сол убежденияларды өзгерту керек болды. Ал енді мен өзім бақытсыз бола тұра. Мен жаңа айттым ғой, көп проблемалар болды. Отырып алып, мен бақыттымын деп бізде айтады ғой. Айнаға қарады, мен әдемімін, мен бақыттымын, мен баймын деп аффирмацияны. Аффирмация там не работает. Почему? Потому что тело-то знает, что ол өтірік екен. Дене біліп тұрады. Тело не врет деген принцип бар психосоматикада. И если ребенок болеет, я не могу сказать, что я счастлива. Если ол уж бала, ол неге келіп тұр ғой ол ауруға, значит, бір себеп салдар бойынша келіп тұр о жерге. Сол себеп салдар зерттеген кезде менің ішімдегі толып қалған, ол сәтте біз 13 жыл болған, тұрмыс құрғаныма, отбасымыздың болып тұрғанына, 13 жылда жиналып қалған нәрселер жаңағы жөтелге әкеліп тұр. Сосын жаңағы қорқыныш, Аллах тағала күйеуімде болды, ол қорқыныш. Аллах тағала алып қойса мен не істеймін? Ал менікі өссе не істеймін? 5 ағасы бар, күйеуім бар, жаңағы хиджабыңды кидің, кимедің, мамаға бүйтіп айттың, бүйтіп айтпадың. Көп кәдімгі классический проблемалар болды ол кезде. То есть бұл жерде сіздің эмоцияларыңыз жиналып қызыңыз арқылы шығарып тұр ғой. Иә. Потому что именно девочка показывает мамасының ішіндегі болып жатқан нәрсені көбірек көрсетеді. И жаңағы страх бұл өссе, қандай әйел болады? Менің күйеуім ішпейді, шекпейді, жаңағы жақсы көреді деген күйеуіммен мен бақытсызбын. А бұл қалай бақытты болады? Оған қандай күйеу келеді? Қандай адам страхтар өте көп болды. Именно осыған байланысты қорқыныштар көп болды. Бұл қорқыныштар айтып жатсыз ғой, енді бұл өтірік қорқыныш қой негізі. Негізі жоқ, өмірден алынған. Мен өмірлік опытымды, я же не могу, оны жоқ қылып жібере алмаймын ғой. Жоқ, я имею в виду, сіз жаңа қорқамын деп айтып жатсыз ғой, сіздің өмірге деген қалай айтсам болады, негативті бір көзқарасыңыздан болып тұр ғой ол. Негізі ондай емес қой. Негізі өмірім сондай болды сол сәтте. Мен бірақ сізге со стороны қараймын да, күйеу бар да, врач, 5 баласы, тағыстар. Сон мен всегда айтамын, біз психолог болып туылмадық. Или көбісі айтады, ну тебе хорошо, у тебя муж психолог. Но он же не родился таким. Психологи меня не рождаются, а ими становятся.
И становятся именно те, ана көп қиындық көрген, өмірден көп опыт ала білген, таяқты жеп ақылды болады да. Конечно, лучше андай дана болып туылған әдемі да. Бірақ біз ана таяқты жеп деп мен айтам да, или келесің, или Аллах келтіреді. Біз сол келтіреттерденбіз да. Себебі бала да ауырды, біздің қарым-қатынастардың бәрі енді құрып тұрғанның прям на грани разводтың жүрдік қой. Неше жыл бойы сондай, қазір бізге битіп қарап ешкім айтпайды да. Бірақ біз көп сол мәселені қозғап, талқылап, қайтадан бастап болды ол нәрселер. Енді менің бір жақсы бір қазіргі қуанатын нәрсем, мен ешқашан кеткен жоқпын. Киім жинап, балам жинап кетпеймін да. Не болса да сол үйден көріп, ары қарай выяснять етіп, енді совсем ажырасамыз деген шешім болмағаннан кейін ешқайда кетпеймін, сол үйден шешіп тындырып бір айға шығамыз. Енді жолдасым бірақ жаңа оқыған, дәрігер адам болғаннан кейін ол кісімен диалогқа шықсаң шығады. Мен ғой шықпай күйдіріп отырған. Жаңағы баланың жөтелгені ол менің ішімдегі жиналып қалған эмоция. Сөйтіп сіздер мана айттыңыз ғой, бала бір күн ішінде жазылып кетті дедіңіз. Вот сол жерге қайтып келейікші. Жаңағы мен айтып жатырмын ғой, бала ауырды, мен осы нәрселерді түсіндім, мен бақытсызбын, и менің қызымның бақытсыз өмір сүргенін қаламаймын. Значит, бала өмір сүру үшін не өзгерту керек? Сіздің убежденияларыңызды. Менің убеждениям бақыт туралы именно. И мен сол күні түнгі сағат 3, по-моему, мен бақытты болам деп шештім. Андай бір аспаннан жай түседі дейді ғой. Сондай болып шештім да. Оказывается, мен бола алады екенмін. И жан-жағыма басқа көзқараспен қарадым. Не жетпейді? Бәрі айтады ғой, не жетпейді? Бәрі бар. Ал енді мен өзім түсінген кезде оны, мен басқа жағынан түсіндім оны. Және жолдасыма да айттым. Енді ол кісі сұрады, саған бақыт үшін сонда не керек саған? Мен енді үй жинап, тамақ пісір, баланы бақ, қонақ күт, бір өзім жоқпын да бұл өмірде. Мен айтқан сөзім де бар сол кезде. Үйде бар, машина бар, ақша да енді көп емес, но жетеді, аш емеспіз, жалаңаш емеспіз. Балалардың бәрі дені енді более-менее сау. Бәрі бар бақыт үшін. Тек мен ғана жоқ екенмін деймін да бұл өмірде. Менің қызығушылықтарым, менің армандарым, менің жаңағы өзімнің бір өмірге деген бір мақсаттарым болды. Қайда соның бәрі? Бәрі осы 6 бала шағаның ішінде жоғалып қалды. Енді мына балаға мен үлгі болу керекпін. Жаңа баланы тәрбиелеу бесполезно деп айтады ғой. Неге? Біз балаға үлгі ретінде болу керекпіз. И мен сол үлгі болам деп шештім сол күні. Келесі күні таңертең документтерімді жинап барып университетке түстім. Супер. Гештальт жаптым дейсің. Жаптым ба, аштым ба, ашылып кеткен сияқты ғой, наоборот, әлі жаба алмай жатырмыз. Сөйтіп университетке түсіп, келесі күннен бастап жаңағы маниакальная уборка тоқтады. Менде үйде все по кайдзен 5S-пен болатын. Все по цвету, по типу, каждая коробочка подписана. Біздің үйге менің орныма басқа хозяйка келетін болса, спокойно бытты алып кете алатын состояние болатын, потому что даже кухонный шкафтарда все было подписано. Қай жерде не тұратын орындары сызылып, ол мен жолдасым көп заводтардың директоры болды. Сол кезде жаңағы ключтардың орындарында сызып қояды екен да. Ключ басқа жаққа кетіп қалса, мына орын бос тұр. Сол орынға қайтып келу керек деп, жолдасым бізді де сөйтіп үйретті. Солай істесеңдер өздеріңе жеңіл болады. Сонда менде бұл жерде мындай сұрақ та, сіз бұл үй түрлігінен қиналғансыз ғой да? 5-10 жыл бойы 6 бала ол момент ойла. Просто кейбір мына жақта қате түсініп қалмасын, кейбір оқырмандар, кейбір ханымдар бар, шынымен рахаттанатын. Қанша бала шағасы етегінде жабысып, өзінің бақыт көретіндер бар. То есть әркімнің бақыт деген түсінігі әртүрлі. Сізде мысалы университетке түсу, бітіру, магистратураға түсу, 7 баламен деген сияқты да. Басқарда басқаша болуы мүмкін ғой. Бұл жерде мынандай нәрсе бар да. Көп әйелдер үйде отырып бала тууды, жаңа үй шаруасын істеуді бір деградация деп санайды. Мен отырмын, атқа қарай аткат болып жатырмын. Мен сол әйелдердің қатарынан болдым. Өмірде ештеңе көріп жатқан жоқпын. Жұрттың бәрі развиваться етіп бір жаққа кетіп бара жатыр. Жалғыз мен ғана бір өзеннің жағасында қалып жатырмын. Бәрі өзенмен ағып бір жаққа кетіп бара жатыр. Жалғыз мен ғана қалып қалған сияқты болады бұл жерде. На самом деле, бала туып, жаңа үйдің шаруасын бір бағытқа қойып, жаңа это целая система ғой. И мен соның бәрін істей алдым деген ойға келдім мен негізі. Нағыз развитие менде сол кезде болды. Оны мен қазір сол жаққа қарап айталам да.
нағыз мені адам ретінде, тұлға ретінде, психолог ретінде, ана ретінде, әйел ретінде, осы қоғамның бір азаматы ретінде нағыз тәрбиелеген сол уақыт болды. Ол оңай емес. Көбісі ойлайды, духовный рост это бүйтіп бір в позе лотоса отырып, бүйтіп бір қанат шығып ұшып кетеді деп. На самом деле духовный рост сол қиындықтар арқылы, сол қиындықтардан жақсы бір сабақ алып шығу арқылы келетін нәрсе деп ойлаймын мен. Сөйтіп мен сол сәтте бақытты болу үшін осы бала шағаны да үйіріп отырып, сабағымды да оқысам, негізгі мақсат сол кезде мендегі түп ниетім қазақтың әйелдеріне бір пайдам тисе. Енді мен түсіндім ғой, что мен бақытсызбын, поэтому менің күйеуім де осындай жағдайда, балаларым да осындай жағдайда. Енді мен бақытты болып көрейін. Жолдасыма еще айтты, маған 1 ай уақыт бер. 1 ай бақытты болып көрейін. 1 айда бала жазылмаса, өзім қайтып келем деді. Баяғы өміріме қайттан өзім кірсем. Сөйтіп таңертең сосын жолдасым айтты, ана шашың жайып, андай совсем қуып кетпейік деп. Сосын жоқ, енді иманымыз бар, Аллахты танып, біліп жүргеннен кейін о жаққа кетпейсің ғой. Дегенмен білім жағын көрейін деп университетке түстім. Келесі күні андай үй жинап, өзімді өзім қинап, олай істеген жоқпын. В удовольствие. Жеңіл-желпі жинап қойдым, жеңіл-желпі тамақ пісірдім. Настроением жақсы, кешке күйеуім келгенде де жақсы. Сол университетке түсіп келген кезде байқасам қызым жөтелмейді. Содан жаңа 5 айда бірінші рет төсекке жатқызам ғой. Жыламайды да, жөтелмейді. Сосын 5 ай негізі мен намазымда қалды, өзімде қалдым, үйде қалды, бәрі қалды ғой. 5 айда біз тұрып өмір сүрдік, бала өйстіп вертикально. Тұншып қалмау үшін өйстіп ұстап тұрамыз. Өйстіп ұйықтаймыз, жастықтың бәрін қоям, осылай отырып ұйықтаймыз, отырып жүреміз, в общем солай. Содан баланы жатқызып қоям, жатады. Қайта-қайта кеп тыңдаймын, тірі ма? Себебі 5 айда уже қорқып қалғанбыз ғой кәдімгідей. Содан намазым оқылды сол күні, дәрет алдым. Қайтып кеп тыңдаймын, жатыр. Намазымды оқып алам, жатыр. Кешке күйеуім келеді, үй бардак, балалар деген вовремя жатпаған, ертең сабақ, киім дұрыс дайын емес, тырнақ алынбаған. Сөйтіп 1 айдың ішінде, в общем, біраз бір басқа крайностьқа өтіп кетеміз. Сөйтіп ақырын қызым жазылып кетті, жөтел мүлдем тоқтады. Бірақ мен бақытты болуды үйрене бастадым. И мен қазір айтатын нәрсем, о кезде менде ақша да жоқ, білімге төлейтін ешқандай курс алатын, 10 000 теңге государство береді, мемлекет. 10 000 теңге пособием бар, жаңа көп балалы деген. 10 000 теңге. 10 000 теңге береді сол кезде. Жолдасым маған бүйтіп, мә киімге, мә өзіңе деп ақша ондай беретін, ондай традиция болған жоқ бізде о кезде. Сол 10 000 теңгені жинап, жаңағы неге берем? Оқуыма университетке төлейм деп пландап қойғам. Университет скидка береді, бәрі өзі бүйтіп сәті түседі. Келесі айда мемлекет жаңа көп балалылардың ақшасын көтереді ғой. Сонда мен 2 айдың ақшасымен университетімді 1 жылдық оқуымды төлеп шықтым. Университет дегенде дистанционное обучение, үйден отырып компьютермен оқып шыққам. Енді бұл жерде жаңа психосоматика деген не екенін мен пример ретінде, жаңа практика ретінде қалай жұмыс істейтінін. Көбісі қазір Инстаграмда, Ютубта, енді көп қой қазір интернетте информация өте көп. Теориясын тыңдаймыз, бірақ практикасын жасамаймыз. Иә. Осыған не кедергі деп ойлайсыз? Тіпті бар ғой, кейбіреулер сену мүмкін, бірақ қабылдамайды. Иә. Бұл жерде сену емес, бұл жерде естиді, бірақ қабылдамайды және практикаға сәйкесінше айналдырмайды. Енді осыған не кедергі деп ойлайсыз? Не үшін қабылдамайды? Бұл жерде убеждениялар, сенімділіктер. Бізге әбден сендіріп тастаған ауру, тамақ, суық судан ауырады, жаңағы жара тәттіден, тағы не бар? Денең бір жері ұстап қалса сквозняктан, басың ауырса, ойбай, магнитный бури. Бізге сөйтіп түсіндіріп қойған кішкентай кезімізден, біз үлкендерімізден үлгі ретінде соны қабылдадық. Ол общественное мнение бір жағынан бізге убеждение ретінде қалыптасқан кішкентай кезімізден. Енді ол убежденияларды өзгертетін де қазір мынандай нәрсе қалыптасып жатыр, тенденция. Психологқа барам, психолог қана менің жаңа убеждениемді өзгерте алады. Бұл қате ұғым. Неге? Себебі мен психологсыз шықтым о жақтан. Әр убеждениемді шығарып, былай өзіме көрсетіп, ақша қиын. Высшее образованияң жоқ, сен ешкімге керек емессің деген убеждение бар ма, өмірің именно сондай болады. Поэтому психосоматиканың принциптарын өмірде қолдану үшін хотя бы соны бет бұрып қарау керек. А вдруг это так? А дай-ка я попробую. Істеп көрейін. Болмаса,
баяғы өмір сүруіңе ешкім кедергі емес қой, но ол уже ғылыми тұрғыда зерттеліп қаншама адамның жаңағы нәтижелерінен көріп жатырмыз. Бала көтермегендер көтеріп жатыр, сахарный диабеттер сахарлары нормализоваться етеді, давлениялары түсіп жатыр, көп өзгерістер болып жатыр. Ал енді кедергі болып тұрған жаңағы убеждение. И убеждениені өзгерту үшін мен бүкіл өзімнің клиенттеріме де айтам, семинарларда да айтам, я смогла, значит каждая может. 6 баламен миың ашып, бүкіл шаруаның бәрін өзің мойныңа асып алып жүрген әйел алып шықтың ба, значит каждая может. Ол убеждениені өзгерту үшін шығарамыз, қараймыз. Не нәрсеге сеніп тұрмын мен бұл жерде? И бұл шешімді қабылдауға мен қабылдадым шешімді. Значит, мен өзгерте аламын. Себебі Аллах тағала айтады, мен адамды таңдаумен жараттым. Біз барлық жаратылыстан ең үлкен айырмашылығымыз санамыз бар да, и біз таңдай аламыз. Значит, убеждениенің маған келу, біз ойлаймыз, әке-шешем маған солай сендіріп қойды, ол ата-бабамнан келатқан убеждение деп, адам өзін бір шарасыз сезінеді. Бұл жердегі ең қате, неверное, деструктивное убеждение, как будто Аллах тағала бізді бір ограниченный дейді ғой, бір шектеулі қылып жаратып қойған. И мен всегда айтам, не может быть, чтобы Аллах тағала әйелді сондай бақытсыз қылып жаратып қойды. Бір күйеуіне тәуелді, ата-енесінің ғана көңіліне қарап отыратын, бала-шағаны ғана қарап отыратын, ол бір жақ крайность. Екіншілер бар, мен ақша табу керекпін, оқу керекпін, жаңа бүкіл өзімнің профессиональный сферамды рельсқа қою керекпін, ол басқа крайность. Бірақ орта жол бар. И оның бәрі сенімділіктерден. Сенімділікті өзгерту үшін адам өзін мен Аллахтың ең керемет жаратылысымын деп мойындау керек. Және жаңағы сіз айтқандай орта жол сиратул мустақим деп айтады ғой. Фатиха сүресі тура орта жол ұстау. Және маған бір ойлайтыным, психосоматиканы кейбіреулер қабылдамайды, себебі шындық ащы секілді көрінеді. Мәселен, манасы айтып жатсыз ғой, тамақ жөтелу, айғайлаған эмоция, мен жөтеліп қалдым да. Мен бұл қандай эмоция? Жоқ, менде бәрі нормально. То есть қабылдай алмайсыз, шындық ащы деген нәрсе болуы мүмкін. Енді мынадай сұрақ қойайыншы, мана айтып жатырмыз ғой, енді аурулардың барлығы ата-анамен қарым-қатынастан, бала пәк себебі ешқандай күнәсі жоқ деген секілді да. Мындай нәрсе бар. Мәселен, бір отбасы балалары ауырады. Аутизммен ауырады делік, бірақ ортасында қарым-қатынасы керемет. Андай болуы мүмкін ба? Мен кейде ойлаймын да, кейде Алла тағала себебімен жарататын шығар. Отношениеге қараңдар, дұрыс құрыңдар отношение деген сияқты. Ал кейде жай ғана сынақ. Ол сынақ бәрінде болды ғой. Пайғамбарларымызда да болды ғой, алейхиссалам. Оларда бірақ ешқандай жаңағыдай күйеумен, әйелмен дұрыс емес қарым-қатынас деген бір проблемалар болмады ғой. Бірақ проблема болды ма? Болды. Сынақтар, то есть болды ма? Болды. И осындай кезде ойлап қалам да, кейде андай бір 100%, 100% оның психосоматика деп айтпау керек сияқты. Бұл жерде біз ақырындап жаңа тәубе методикасына өтейін деп тұрмыз. Жақсы. Жаңа басында айтып кетейін деп ұмытып кетіппін. Біз тауба деген методиканың авторлары боламыз, күйеуім екеуміз. Тәубе методикасы бойынша айтатын болсақ, ол негізі жаңа психосоматика деп айтып жатқанымыз, ол себеп салдарында, аурудың себеп салдарын зерттейтін ғылым. Себебін тапсақ, сол себептегі біздің реакцияны өзгертсек, ауру кетеді. Ал енді тәубе методикасын мен ашқан кезде, мен психосоматика бойынша адамдарды қабылдап жүрдім, өзінің принциптарымен. Мысалы, ауру маған келді ма, мен бір қателік жасадым. Қандай қателік жасадым? И сол әр орган, әр диагноз, ол өзінің бір қателігін көрсетіп тұрады адамның. Мысалы, щитовидная железа, ол скорость мәселесі. Адам өзі, мен слишком жайбасармын. Или мен слишком скоростноймын дейді, сол гормон көтеріледі или түседі. И тәубе психосоматиканың принциптарына өте жақын. Себебі Аллах тағала мені сондай скоростной қылып жаратты. Қате ұғым бұл жердегі Аллах мені жаратты, а мен біртүрлі деп өзімді сезінем. И жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, пайғамбарларда да болды мәселелер, олар енді ешқандай күнә жасамады ғой деп. Бірақ Бадыр соғысында ма, жоқ, өтірік айтам, Мединадан Меккеге қайтып келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа аттармен кіреді. Сонда Аллах тағала не дейді? Тәубе жасап кіріңдер дейді. Тәубе жасаңдар дейді. Сонда пайғамбарымыздың позасын описывать етеді да жаңа өмірбаянында, жаңа тоқымына бүйтіп жатып қалған. Тәубе жасағаннан. Бұл менің победам емес, бұл сенің победаң. Бұл менің ұтысым емес, Аллахым сенің ұтысың деп. Потому что адамның жаратылысы солай. Мен істедім.
Аллахты мойындамай кетеміз да. Жақсы бір нәтижелерге жетсек те, жаманшылық көрсек те өзімізден көреміз. Негізі Аллах тағала себебін де жаратады, оның шипасын да жаратады. Супер. Түсіндіңіз ғой, иә? Получается, жаңа тәубеге келетін болсақ, проблема келді, аутизм келді, да, именно аутизм сіздің айтып отырғаныңыз, ол именно әке-шешеге байланысты болмауы мүмкін. Именно аутизм ол родовая проблема. 7 атаға дейін, 7-ші атадан бір-біріне передаваться етілетін реакция на жизнь. Аутичное поведение дейді ғой, ол қандай? Значит, из поколения в поколение у них передавалась эта аутичная реакция. Это какая? Бір реальность бар, мысалы, свет жанып тұр, камера қосылып тұр, микрофон тұр, бірақ маған бұның бәрі ұнамайды. Бұның бәрі неге болып тұр? Аллах болсын деп шешті. Мен айтам, мен оның болған қаламайым, и мен былайынан жиналам да, өзімнің бір әлемімді жаратам. Маған ұнайтын әлем. Сонда аутистердің ең үлкен родовой проблемасы Аллахтың жаратылысымен алысуы. И ол андай бір ұғым ретінде, поверхность ретінде емес, кәдімгі өмірге деген реакция ретінде. И это наблюдается как со стороны мамы, так со стороны отца. Поэтому аутизмді емдеу өте қиын. Психосоматика бойынша да, потому что ол баламен жұмыс жасамаймыз. Әке-шешесімен және олардың түп тамырларымен жұмыс жасалады бұл жерде. Прям зерттеледі, кәдімгідей родология зерттеледі бұл жерде. И қандай реакция передаваться етілді? Енді бізде қазір әке-шешесі болмауы мүмкін, аталар, арғы аталарын білмейміз ғой. Не болды ол жақта білмейміз. Біз тек қана әке-шешесінің болып жатқан картинасынан ол жақта не болғанын ақырын зерттеп, балаларының поведениясынан общий бір линия шығарып, зерттеп шығаруға болады негізі, бірақ именно аутизм өте қиын. Жаңа ЗРР деген диагноз, да, задержка речевого развития. Он более легче. Почему? Потому что это реакция родителей. И бізде болды ондай менде кейстер бар. Задержка речи у ребенка 4 года. Бұл жерде бірнеше себебі бар. Біз енді тап қазір психосоматикадан бірнеше кейс талдап өтіп жатырмыз. Мана аутизмді талдадық. Енді себебі неге аутизмді алдым? Қазақстанда соңғы жылдары топ ауруға кіріп кеткен екен. Представляете? Біз бүкіл әлем бойынша 3-ші ма сондай орындамыз. Және сайттан оқысам, біраз статистика жасырады дейді. Плюс ата-аналар жасырады. Жоқ, мойындамайтындар. Сау. Деген сияқты. Мемлекет те жандай кейбір статистиканы 100% дұрыс айтпай қалуы мүмкін, себебі ата-аналар өзі жасырып тұрғаннан кейін. Сол үшін бұл жердегі ең үлкен қателердің бірі деп ойлаймын мен. Біз баланы дүниеге әкелген кезде, біз балаға толық жауапкершілікті алмаймыз өзімізге. Дәрігерлерге ысырып қоямыз да. Мына система здравоохранения қалай істеп жатыр, қандай принциптары бар, неге олар ту или иную жаңағы вакцину, лекарства или бір олардың алгоритмдары бар ғой, протокол действий бар оларда. Неге олар оны істеп жатыр деп адам ойланбайды. Қазіргі ата-аналардың проблемасы, как будто сол дәрігерлер соның денсаулығына жауап береді, ысырып қояды. Прививкасын қоя беріңдер, дәріме әкел, дәрісін бере берем, зерттемейді ары қарай. Біз мысалы вакцинаны именно терең зерттедік, себебі айттым ғой, жолдасымның әкесі айтып кеткен әңгімелері бар. Кішкентай кезінен естіп жүрген нәрселер бар. Бірінші баламызды біз прививать еттік, екінші балаға келген кезде жолдасым соны зерттеді. И көп нәрсе шықты. Ол андай бір тек дәрігерлердің информациясы емес, ютубта толып тұрған информация. Біз бірақ соның бәрін тыңдағаннан кейін қорқтық балаға салуға. Содан бері қарай 6 баламызға прививка қойған жоқпыз. Аутизмнің бірден бір себебі ол жаңағы вакциналардың құрамындағы, вакцинаның өзі зиян жаман деп тұрған жоқпын. Вакцинаның құрамындағы қорғасын. Аутизмнің бірден бір себебі. Көрінетін бір себебі. Ол как русская рулетка. Есть такой мозг, который оны қалай қорталады дейік па, қабылдай алады. И жеңіл желпі температурамен ғана өтіп кетеді. Кейбір миға ол қорғасын как приговор. И біз білмейміз оны. Баланы зерттеп барып, жаңағы бүкіл склонностьтарын, жаңағы нелерін, қандай ауруға нелері бар, предрасположенностьтарын зерттемей, бәріне бірдей қоя береді. Ол жағын байқау керек енді. Аутизмнің мен ойлайтын, менің көзіме көрініп жүрген, мен всегда айтам, көріп тұрсам, прививканы байқаңыздар.
зерттеңіздер, қараңыздар, қойма демеймін, себебі мен дәрігер емеспін. Жолдасым мүмкін айта алатын шығар, бірақ мен дәрігер болмағандықтан қойма деп айтпаймын. Қоятын болсаң да зерттеп қой. Составында не бар, сенің балаңның предрасположенности бар ма. Бірақ аутизмнің да жаңағы психосоматикалық тұрғыдан ол родовой проблемасы бар. Негізі специалистке барып, именно родовую программу зерттеп, онымен жұмыс жасау керек, бір күндік нәрсе емес. Жылдар бойы жұмыс істеп, жақсы бір емделіп кетпесе де симптоматикасын азайтуға болады. Енді манағы ЗППР, ЗРРге келейік. Задержка речевого развития ең мен қазір өзімнің практикамда, оның себептері көп, бірақ именно біздің менталитетте, біздің қоғамдағы қазір болып жатқан неправильное убеждение, именно деструктивтік сенімділіктер. Қандай? Біріншісі, анасының әкесі туралы ойлауы. Если мальчик ЗРРмен ауырады, ол бала. То есть я, мама, смотрю на своего ребенка, а ребенок это продолжение, если это сын, это продолжение отца, и бұл ол менің күйеуім сияқты, или менің қайнағам сияқты, или солар жақтағы бір, қайын жұрт жақтан көп сөйлейтін бір, именно речқа байланысты дұрыс емес ұғым. Нандай болып көп сөйлегенше сөйлемеген жақсы ғой, дейді, бала сөйлемейді. Потому что балаға маманың жаңағы безусловная, шартсыз махаббаты керек та. И бала шартсыз махаббатты талап еткеннен кейін, мен қалай болсам да мамамның махаббаты менде болу керек деген оймен. Енді ол андай заң ретінде емес, бірақ потребность ребенка в любви. И мамам мені жақсы көреді, мен соның ұғымдарына сай болсам деген информация болады. Сонда баланы негізі шартсыз сүю керек қой, Негізі баланы шартсыз сүю керек. Ол көп сөйлесе де жақсы, көп сөйлемесе де жақсы. Ал енді біз ана адамды жаман ойлап тұрғанымызды, біз күнәмізді байқамаймыз. Сол үшін Аллах тағала тәубені жаратқан. Ал енді тәубеге келетін болсақ, проблема келді, мысалы задержка речевого развития сізде, да, балада. Бала менің ішімдегі құбылыстарды көрсетіп тұр. Қыз бала. Ұл бала болса, ұл балаға қарап, мен мамасы, әкесінің сөйлеуі туралы, әкесінің жаңағы тумаларының сөйлеуі туралы қандай ойдамын. И 100% айтады, мә, ана бір қайнаған бар еді. Андай бала болғанша болмағаны жақсы ғой, деп баланың аузын жауып тастайды да. Бала қорқады, что мамасына көңілі қалып қалады. Келесі, қыз баланың задержка речевого развитияда, мен қазір практикадан алып жатырмын, общий задержканы айтып жатқан жоқпын. Мамасының өзіне өзі сөйлеуге рұқсат бермеуі. Бұл да күнә. Бұл да күнә. Неге күнә дейміз? Күнә ол адамның өзіне өзі жасаған әділетсіздігі. Ал енді Аллах тағала саған тіл беріп тұрса, гортань берді, ерінді берді, тісті берді, бәр бүкіл ауыз қуысын берді, сен сөйлесін, ойын жеткізсін деп. А сен айтасың, қойшы, оларға тупой, олар түсінбейді. Оларға айтсаң бесполезно. А мен қазір айтсам, болашақта еще болжаймыз бұл жерде, Аллахпен жағаласып, мен айтсам қазір ұрыс шығады. Қазір мен айтсам, олар бәрін аударып алады да, ертең маған үстіп қолданады. Оның бәрі Аллахтың жаратылысына қайшы нәрсе, себебі біз білмейміз болашақты. Сен өзіңне байланысты нәрсені көркем түрде істе, а олар не істейді, это не наше дело. И поэтому, когда мама себе не разрешает по несправедливости, запрещает себе говорить, она и не хочет, чтобы и дочка говорила. Потому что есть неправильное убеждение, говорить это больно. Таяқ жеп қаласын, жаман ойлап қалады, сөз болады, одан да үндемегені жақсы, и девочка молчит. Енді бұл жерде қыз баланы емделу үшін сонда мамасы тәубе ету керек. Аллахым кешірші. Мен сені тәубеге кешірім жатпайды. Истихфармен тәубені путать етпеу керек. Енді қалай тәубе деген? Ол, мысалы, мен сені ұрып жібердім. Сенен кешірім сұраймын, Аллахтан кешірім сұраймын, Аллахым кешір, мен ұрдым. Кешірім сұрау бұл. Бұл кешірім сұрау. Ал тәубе ол жасаған күнәні мойындау бірінші. Соған өкіну. Так, мысалы, мен жасап көрейін. Мен мойындаймын, күнәмді мойындаймын. Сосын Аллахым, мен сөйлеу қауіпті деп ойлаған екенмін. Ойлаған екенмін деп мойындаймын. Терең тұрды. Сосын оны өкінем. Себебі, оказывается, сен оны олай жаратпаған екенсің мені.
маған ауыз берген екенсің, тіл берген екенсің, тіс, ерін берген екенсің, ой берген екенсің, және мені осы қоғамға, осы отбасыға, я болмаса осы қызға құрбы еткен екенсің, значит менің ішімдегі болып жатқан оқиға бұл кісіге пайдалы болады. Бірақ мен оны әдемі түрде ақырындап рұқсатпен айтып жеткізіп көрейін. Значит, бірінші мойындау соны, өкінуі солай істегеніне, и жаңадан шешім қабылдау. То есть айтып көру десең, сөйлеп көру, сөйлеп көрейін. И бізде осындай нәрсе болды. Әйелі келіп күйеуіне айтқан ғой, сен осыдан 3 жыл бұрын екінші әйел алам деп айтқан кезде, мен енді сенімен сөйлеспеймін. Мен саған бүкіл жанымды ақтарып, тәнімді ақтарып, саған бәрін айтам. А сен деген мені алдап кеттің, мен теңестіріп, енді мен саған ештеңемді айтпаймын деп үндемей қалады. Қыз дүниеге келеді сол кезде. Қыз дүниеге келеді, и сол қыз сөйлемейтін болады. Содан тәубесін жасайды, күйеуіне барып айтады, осылай болған екен. Мен кешірім сұраймын, сен де жаман ойлағам, өзім де жаман ойлағам. Енді мен өзімнің ойымды саған жеткіземін. Сен түсінбе, маған маңызды емес, главное мен айтайын. Деп шешім қабылдаған кезде қызы бөлмеге жүгіріп келіп, мама тамақ ішем деген ғой. Машалла. Содан ана әйел талып қалған. Ондай да оқиға болды. Сосын задержка физического развития бар. 11 айлық бөпе, ол да менің кейстарымнан. Қыз звондайды маған, Эльмир өйстіп жүрмей жатыр, бала еңбектемей жатыр. Еңбектемейді емес, 11 ай аударылмайды даже. Ол 4-5 айында аударылатын бала ғой. 11 айында жүретін еді ғой даже. Кейбіреулер жүріп кетеді. Бұл бала томпиып жата береді да. Оған бәрі айтады, вес большой, томпақ болғаннан кейін солай шығар, қиын шығар. Бірақ бала любопытный. Аллах тағала баланы бәрін білсем, үйренсем, көрсем деп жаратады. Ол қандай любопытный семіз болса да, томпақ болса да, ол аударылып, қарап, шұқып көріп, сипап көріп, істегісі келеді. Не деген сөз? Мамасы осы нәрсені өзіне запрет қойған. Көрейін, жаңадан бірдеңені үйреніп көрейін, ұстап көрейін, барып көрейін, істеп көрейін, айтып көрейін. Айту емес бұл жерде, именно физикалық бір іс-әрекет. Сосын мен өзіне айттым да, жаңа қызға. Терапияға келіп те үлгерген жоқ, телефонмен шешіліп кетті. Сен өзіңе не рұқсат бермей жүрсің қазір? Істеуге именно физически жасауға. И ол бір жаңа бірдеңе. Деп едім, кеше бір таныс қызы дизайнерский сызуларды. Мен саған компьютер берем, сызуларды көрсетем, сен шкаф былай тұрады, есік былай ашылады деген нәрселерді сызудың оқуын саған берейін, сен оқы, мен интерьер жасайым, сен аналарды сызып бересің деп предлагать етеді. Ой, менде қызым бар ғой деп, қыздың себебінен жаңа нәрсеге отказ береді. И көп қыз дүниеге келгелі сондай нәрселерден көп отказ береді. Қойшы, мен бармай қояйыншы, балам бар ғой. Қойшы, мен осыны істемей қояйыншы, балам бар ғой. Бірақ іштей ол барғысы кеп тұрады ғой. Конечно, осы ғой ең үлкен мәселе осы. Барғысы кеп тұрады, бірақ рұқсат бермейді. Болашақты болжап, бір жаман бірдеңе болатын сияқты болып. Тура осы жерде бір сұрақ пайда болады да. Енді айтады ғой, баланың да ақысы бар, оны 2 жыл емізу керек, жандай. Енді парыз емес әрине, емізсе өзіне, қыз балаға, әйелге жақсы. Енді осы кезде енді бір жан пидалық дейді ғой, жан пидалық жасайын деп адам өзі жандай қалап тұрып жасаса ештеңе болмайды шығар енді, Үйтіп жасаса болмайды. Все. Бұл жердегі именно мен жасағым келіп тұр басқа да нәрселерді. Мысалы, мен 7-ші баланы босанған кезде емізгім келмейді. Шаршағам ғой енді. 20 жыл бойы мен декретный отпусктамын. Ойланыш? Бірінен соң бірі, 2005-те қалай басталды бұл программа? Омыраудан айырам, суалтам баланы, 2-шісіне аяғым ауыр. 2-шісі 11 айлық болған кезде 3-шісіне аяғым ауыр. 3-шісін емшектен шығарып, суалтып болдым дедім, бір 2-3 ай, наверное, демалғаным. Сон қазір жолдасым айтады ғой, сен 2 рет 6 айдан демалдың дейді ғой. 20 жылда. Не 2 қабат емес, не емізбеген уақытым 20 жылдың ішінде 2 рет жарты жылдан болған екен. Сол 3-ші баладан кейін жарты жыл демалып барып көтергем. Және мына сол 4-ші бала мен 5-ші баланың ортасы 3,5 жыл болған. Сонда 2 жылын еміздім, 9 айын 2 қабат болып жүрдім. 2 жылын еміздім, емізіп шығарып болғаннан кейін жарты жыл жүремін, сосын барып көтергем ғой. Сонда емізгіңіз келмеді? Емізгім келмейді, себебі бұл фарыз емес. Бұл жаңағы өзіңде айтып отырсың ғой, фарыз емес. Бұл нәрсені негізі әйел адам қашан с удовольствием жасайды? Когда ол мынандай, Аллах мені жақсы көреді деген көзілдірікпен жүрсе.
сол үшін маған баланы берді, мен сауап жинасын деп. Ана көше безіп, біреуге бір қызмет жасап, біреудің ыдысын жуып, полын жуып, я болмаса банковский бірдеңелерін жасап емес, үйде отырып баласының мейіріммен жақсы көретін, бір мейірімділік таныталатын жерінде сауап жинасын деп берген маған баланы. Сол кезде с удовольствием емізе аласын. Бірақ мен енді уже 36-дамын ол кезде. 37-38-демін. 7-ші балам туған кезде. Басқа да нәрселерді көргім келеді. Басқа да бір өмір көргім келеді. Сосын жолдасым айтты, мен емізгім келмейді, бірақ емізем. Себебі мен сауабымда ол. Неге емізгісі келмейді? Неге баланы қарағысы келмейді? Мен күйеуім үшін істеп жатырмын. Ол жүреді, мен ғана отырмын. Бәрі дамып жатыр, мен ғана қалып қалдым деген ұғымы бар, әйел қиналады да. И бұл қызда да солай болды. Бәрі дамып жатыр, мен ғана қалып қалдым. Бір іс-әрекет жасасам, бір жаңадан бірдеңе үйренсем деген желаниясы бар. А ол ой неге келеді? Аллах потому что потенциал беріп тұр оған. Мысалы, менде мындай желание бар. Бір теңіздің жағасында тұрсам, еще лучше бір океан болса екен бір. Мұхиттың қасында тұрсам деген ой келет маған. Не деген сөз? Менде ондай потенциал бар деген сөз. Значит, мен өмірімде сондай бір нәтижелерге жетуім мүмкін, сол жаққа бара алатын. Адамның ішіндегі нәрсесі, бар нәрсесіне ғана оған ой келе алады да, сондай. Білімі бар нәрсесіне. Бұл жерде де, значит, ол қызда ондай потенциал бар. Дизайнер болу, сызу жасай алу. Баламен бірге. Баламен бірге. Бар, бірақ ол отказ беріп тұр. Содан ана нәрсе прям андай инсайт болып, шын кеше ғана айтып еді. Осы нәрсе мені бүгін прям қатты қинады. Неге бұл бала домаламайды? Неге бұл бала уже 4 аяқтап тұрмайды, аяққа тұрмайды деп. Не істеймін деді. Тәубеде мойындау, қатесін, өкіну оған, енді жасағысы келмейтіндей, жаңадан шешім қабылдау. Сол кезде сол нәрсені жасады, ол 1 секундтық қана нәрсе. Трубканы қойғаннан кейін, жаңа қызға звондаған, мен алатын болдым, оқыт, үйрет, түнімен болса да істеймін. Біріншіден қаражат дополнительный, екіншіден дамиын, өсейін, көрейін басқа да нәрселерді. Дейді, таңертеңінде бала домалайды, келесі күні еңбектейді, бір 2-3 аптаның ішінде жүріп кетеді. Супер. Ондай да нәрсе болды. Сосын жаңағы семинарларда, сізбен танысқан семинарларымызда да болды сондай нәрсе. Тәубені айтам, жаңа семинарымды өткізем, мен ол жерде енді ашып берем ғой техниканы. Андай бір тығып, бірдеңесін алып қалып, платный курсқа кел, сол кезде айтам демей, ол жерде прям шынымен ашып, бүкіл қалай ойлау керек, қалай істеу керек, бүкіл алгоритмді түсіндіріп берем. И бір қыз сосын хабарласты, тәубе техникасынан шыққаннан кейін баласының үстіндегі диатезі кетіп қалған. Супер. Мен ол баланы еще көзімен көрдім. 3 айлық бөпе, денесінде сау жер жоқ. Точка, 3 айлық жаңағы бала. Сосын мен оның психосоматикасына сұрақ қойған кезде жауап бердім. Күнә ретінде менің баламды ешкім тиіспесе екен, сүймесе екен, жоламаса екен деген ұғым бар да. Оказывается, енесі сүйген кезде ана қынжылады екен да ішінде. Ұстатқысы келмей, ұстамай қойса екен, ана сұрамаса екен баланы, ана баланы бауырына басу менің балам деп әжелер бір еленіп алатыны бар ғой. Мама бергісі келмейді, мойындағысы келмейді оны. Сосын соны мойында тәубе жаса дедім. Жаңа техникалармен өтеді. Кешкісін жолдасы звондап тұр ғой. А жолдасы бөпемен коридорда жүрді сол кезде, мен ханымдарға жаңа семинар өткізгем. Жолдасыма звондап тұр. Ханымға сәлем айтыңыз, рахметімді айтыңызшы. Бала толық денесі таза болып жазылып кетті деді. Күшті. Супер. Мына жерде бір сұрақ пайда болып қалады да. Сонда қалай ол тәубе етті? Ол енесіне барып айтты ма, sorry, я не хочу деп мысалы да. Қалай болды бұл процесс іші? Бірінші жаңағы адамның оның жаңа сен айттың ғой, әрбірінде психосоматика бола бермейді ғой деп. Я әрбірінде бір себеп бола бермейді. Бірақ әр түрлі себептер болады. Бұл жерде де солай. Именно осы бүкіл дерматиттер емес. Именно осы қызға сұрақ қойған кезде оның ішінен шыққан жауап. Кімге баланы ұстатқың келмейді? Дегенде күлді да, айтқан жоқ, бірақ дауыстап. Күлді. Сосын мен енді айтқысы келмейді, себебі жолдасы жүр қасында. Сосын мен айттым, сол адам балаңды алып алғысы келмейді негізі. Жаңа сүйіп, осының бір денесінде бос жер қалдырмайын деп ойламайды. Просто ол мейіріммен жақсы көргісі келеді. Бала сенікі, оның сенен ешкім алып алмайды. Аллахтың алдындағы ақиқат ол. Дегенде у нее прямо ана бүйтіп зажаты болып тұрған денесі босайды ғой бүйтіп. Денесі босайды.
И ол мойындайды. Мен шынымен де алмаса екен, ұстамаса екен, енем жұмыстан келгенде ұйықтап қалса екен бала деп, сонымен ғана арпалысады да. Күндіз түні сонда қызғана ма екен, жоқ қорқа ма екен, ол жерде енді себебі көп. Бұл жерде проблеманы мойындады. Өзінде екенін. Өкінді соған, потому что дерматит атопический, ол денесінде сау жер жоқ. Өкінді, мен осы нәрсе үшін осы нәрсе келген екен ғой маған деп өкінді. Енді енем алған кезде мен бұл баланың анасымын, Аллах мені осы рөлге тағайындады, мен енді олай ойламаймын, оған қынжылмаймын, қорықпаймын деп новый шешім қабылдайды. Жаңа шешім, Осы 3 этаптан өтті. Мойындау, өкіну және жаңа шешім. И тәубеде Аллахтың берген уәдесі бар, проблеманы мен өзім шешіп беремін дейді. Тәубе етіңдер, жаңбырды мен беремін дейді. Мұса пайғамбардың оқиғасында, алейхиссалам, жаңбыр жоқ, засуха болған кезде халық жиналып, енді сен пайғамбарсың ғой, барып сұрап келші деп жібереді ғой. Содан жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шығып, Аллахым жаңбыр шөл болып жатыр мына жер, енді қиналып кеттік деген кезде тәубе жасаңдар дейді. Ана далалыққа шығып тәубе жасаңдар дейді. Бұл Құрандағы оқиға, И мен қазір бүйтіп адами өзімнің тіліммен айтып отырмын. Цитировать етіп отқан жоқпын Құранды. Содан бәрі шығып тәубе жасайды, жаңбыр жоқ. Содан халық тағы шулайды. Тәубемізді жасадық, жаңбыр қайда? Уәде етті ғой Аллах тағала деген кезде Аллахтан аян келеді екен, араларында біреу жасамай тұр деп. Жасамай тұрған адам өзі біліп тұр да. Сосын мен ғой деп Аллах тәубе етеді, жаңа өзінің күнәсына жаңа шешім қабылдайды. Сол сәтте жаңбыр жауады. Не деген сөз? Аллах тағала сендер тәубе етіңдер дейді. Ана нәрсеге бастарыңды қатырмаңдар дейді. Бұл жерде жаңағы ауру да меннен, шипа да меннен дегеннің сөзінің дәлелі шығып тұр да. Супер. Машалла. Енді бұл біз енді психосоматика деп енді үлкен ұғым қылып, жаңа ұғым қылып, біздің мамаларымыз кезінде болмады ғой енді. Сөйтіп айтып жатырмыз ғой, бірақ айналып келгенде көркем мінезге келеді екен ғой. Жай ғана енеңе көркем мінез көрсету. Мен бұл жерде психосоматика тең тәубе деп айтып келе жатырмын ғой бағаннан бері, Психосоматиканың нәрсесі де сол. Көзге көрінбейтін, іштегі психикада болып жатқан нәрсенің өмірдегі көрінісі. Ал тәубе біздің ішімізден жасап жүрген күнәміздің сырттағы болып жатқан проблема. Себебі Аллах тағала Құранда айтады, у вас будут проблемы и кризисы в жизни дейді. Сонда сендер сұрайсыңдар дейді. Неге мен? Ол жаңа бір соғыс болды, Бадыр соғысы ма, Ухуд соғысы ма, сол жерде айтылған нәрсе. Неге мен, неге бізде осындай проблема болды деп сендер сұрақ қоясыңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, оларға айт дейді. Ол сендердің қолдарыңмен жасағандарың үшін. Сосын Али радиаллаху анхудың айтқан сөзі бар, ни одна беда не постигнет вас, кроме как по причине ваших грехов деген. Супер. Енді былайша айтқанда сондай ой келіп жатыр да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям енді көркем мінездің үлгісін көрсету үшін келді ғой. Получается, біз сол кісіге қарап жүре беруге тырыссақ, ең азында енді жүріп кету емес, тырыссақ, негізі ешқандай проблема болмайды ғой. Ауруда проблема все равно болады. Неге? Сахабалар бұрын жылаған дейді, проблема болмай қалса, жылаған дейді. Бұрын мен енді ислам қабылдаған жылдар ойлайтынмын, осы хадисті тыңдаған кезде, неге жылайды? Кайф қой. Балаң ауырмаса, күйеуің ұрыспаса, тамағың болып тұрса, ақшаң болып тұрса, қандай басқа проблема бұл өмірде? Сол ғой, қарым-қатынас, ақша, денсаулық. Бәрі тып-тыныш болса, проблема болса, кайф қой, несіне жылайды деп ойлайтынмын. Қазір психосоматикамен тәубені зерттеген кезде түсіндім. Аллах проблеманы күнәсін көрсету үшін береді. По милости своей дейді. Сонда проблема Аллах мені жақсы көреді, мен түзелсін, мен осы қатемді өмірімнен шығарып тастап, жақсы бір дәрежеге шықсын. Сонда біз әр келген проблемадан қандай күнә жасадым деп іздесек, сол күнәні тоқтатсақ, біз бір жағынан рухани жәннатқа жақындаймыз, сауабымызды аламыз. Бір жағынан қоғаммен ешқандай проблемаң болмайды. Супер. Сосын андай бір оқиға бар еді ғой. Егер күнә жасамайтын қоғам болса, мен оны қоғамды жойып, күнә жасайтын және тәубе ететін. Бұл тәубенің құрметіне негізі күнә да жаратылған деп ойлаймын да мен. Әлі дәлелі жоқ бұның, бірақ мен өзім сөйтіп ойлаймын. Тәубені қашан жасайды адам? Қателік жасаған. Тек мен күнәһар екенімді мойындаған кезде. Күнәһар болғанда енді андай прям күнәһар емес, бірақ Аллах тағала мені күнә жасай алатындай қылып жаратқан. Адам алейхиссалам күнә жасады, оған тәубе ететін жолды да берді да. И бүкіл күнәларға солай. Бірақ біздің
қазіргі заманда ең үлкен қатеміз біз жаңа күнәмізді іздемейміз. Неге маған осылай келді демейміз, иә? Ой, ол менің енем сондай, менің күйеуім сондай. Жаңа экология, экология, дәрігерлердің бәрі недалекие, они вот это вот все не умеют, и вот все там. Но жаңа Алидің тағы бір сөзі бар, болезни ваши в вас и исцеление тоже в вас деген. Шипа да өзіңнен. Ішінде бар ол информацияның бәрі. Глобально оның бәрі Аллахтан, бірақ біз өзімізді өзіміз зерттейтін болсақ, енді жаңа кейстар деп жатырмыз ғой. Мен өзім щитовидный железада гормондарым дұрыс емес болатын. Түзелді. Онкологияға подозрение болды. Подозрениемен онкологқа жіберген мені. 18 жыл жаңағы органы малого таза дейді ғой, по-женски ауырғам. Уже гинекологтардың бәрі мынау онкология болып кетті. Бар, қарал, химияңды ал деп жібереді. Мен ана қағазды мыжим да шелекке тастап кетем. Бірнеше жыл соны игнорировать еттім. Бірақ психосоматикаға келген кезде енді біз маниакально бәрін зерттеп кеттік қой. Кімде қандай ауру бар, отырып бәрін зерттейміз. Мынаның аллергиясы, давай былай істейік. Балалардың аллергиясы толық кетті бізде. Үлкен ұлда бізде не болды? Синдром Туретті дейді ғой. Біз оны кекіштену деп ойладық, бір кезде бір тик деп ойладық. Оказывается, жаңағы «Звездочки на земле» ма бір кино қараған кезде, жоқ, ол емес. Бір мұғалім туралы. Ықылық бес па? Жоқ, мұғалім, екі кино бар, европейский и турецкий. Мұғалім жаңағы дауыстар шығарады, беті қимылдайды. Мен баламда соның кішігірім бір нелер, көріністер болды. Сол нәрсе кетті мысалы. Почкамыз дұрысталды. Бізге нефролог профессорлар айтқан, бұл қайталанып тұратын ауру. То есть сендерде қазір синдром болды ма? Приступ қайтадан болады. Сол бірде-бір рет, Аллаға шүкір, қайталанған жоқ. Қызымның коклюшы ол 2 бастан кетті. И өзімнің де денсаулығым реттелді, балалардың да денсаулығы реттелді. Бұл жерде жаңа проблема болмайды емес, болады. Біз психосомат маман ретінде даже кеше таңертең мен тамағым ауырып қалды. Бірден тәубе еттім. Қай жерде тамаққа байланысты. Я жеу, я сөйлеу. Сөйтсем кешке бізде онлайн сабақ болады. Мен соны жолдасыммен бірігіп жүргізгім келмейді екен. Соны тәубе еттім, жолдасыма еще айттым. Оказывается, мен сізбен жүргізгім келмейді екен, кешірерсіз. Тәубем жасадым, барамыз, өткіземіз. Нормально болады деп па? Қасыңда отырам, көмектесем деп ниетімді дұрыстап бардық. Тамағым жазылып кетті. Алдың күні қыз температура етті. Енді бізде 6 ұл, бір қызға, ол бір қыз менің ғана состояниемді көрсететті ғой жерде. Значит, температура ол внутренний гнев. Қай жерде гневаться еттім, именно жолдасыма байланысты. Я оның іс-әрекеті, я оның бір сөзі, я оның бір соған қатысты. Таптым, тәубе еттім. 2 сағаттан кейін температурасы жоқ болғандай жазылып кетті. Таңертең сабаққа кете берді. Бұл жерде жаңағы тәубенің де күші, және де психосоматиканы ғылым ретінде қабылдайтын болсақ, себеп салдарын зерттей отыра, көп өмірдегі проблема. Біз енді психосоматика деп тек денсаулықты айтып жатырмыз ғой, бірақ бұл жерде қаржы мәселесі де түзеледі, денсаулық мәселесі де түзеледі. Даже мына әйелге өте маңызды ғой, внешний видтің өзі осы принциптарды қолдана отыра түзеп алуға болады екен. Бақытты адамнан артық әдемі әйел жоқ деп айтады ғой, мысалы. Супер күшті. Бір қорытындылап жіберейік, бізде межелі уақыт болып қалыпты, 1 сағат. Психосоматика деген жалпы барлық қоғам біздің айнамыз. Біз барлық адамдардан кінәні, қоғамнан, экологиядан, әлемнен проблеманы көрмей, өзімізге үңілу, өзіміздің күнәларымызға бір қарап шығу, өзімізге есеп алу. Омар Радиоханов Абай атамыз айтқан ғой, аптасына 1 рет, күніне 1 рет есеп ал деген сияқты. Есеп алып, тәубе жасау. Әркез тәубе состояниесінде деп айтсам бола ма? Әркез Алланың құлы ретінде сезініп жүрсек, проблемалар болады, бірақ тез шешіледі. Және көбірек сауап болады, бақыттырақ боламыз, деніміз сау болады. Бұйыртса. Көп рахмет. Сізді 7 баланың анасы ретінде, енді әрбір балада өзінің жаңағыдай кішігірім проблемалар, аурулар болады ғой. Соның бәрін қамтып, соның бәріне жол тауып, керемет ана болып жүрген ана ретінде сізді ерекше құрметтейміз. Және алтын алқа иегері бола тұра, керемет жар, 7 балаға да өзінің жолдасына да үлгеріп жүрген асыл жар ретінде де құрметтеймін. Көп рахмет, енді оқырмандарымызға пайдалы болды деп үміттенеміз. Енді бір мынадай сұрақ қойыншы. Осы подкастта не түсінді?
комментарийге жазып жіберсеңіздер, немесе кері байланыс кез келген, және соған сіз бір ұнаған комментарийге сіздің бір сыйлығыңыз, кітап бола ма, немесе бір дүние бола ма, өзіңіз бір білесіз. терапиямды сыйлаймын. Бір терапия? Вау, супер. Терапияның құны қымбат. Әр адам келе бермейді, бірақ жақсы бір сый деп ойлаймын. Басқа қалада болса онлайн, Алматыда болса офлайн терапиясын ала аласыздар 1 сағаттық. Супер не болды? Подкаст болды деп ойлаймын. Рахмет. Көп рахмет. Сіздерге рахмет. Біраз сұрақтарыма жауап алдым. 1-2 сұрақтарым қалды, енді оны келесі подкастқа қалдырамыз. Иншалла, көп рахмет. Аллах разы болсын. Баршамызға. Сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар. Құрметті тыңдарман, Нәзік әлем подкастын қолдағыңыз келсе, Каспи реквизит төменде көрсетілген. Көркем тыңдағандарыңызға рахмет.